Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын пахлаваның рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны толықтай қарап, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген қолжетімді, керемет рецепттерді ұсынатын боламын. Ал ендеше пахлаваны бастаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқаны екіге бөліп ажыратып алуымыз керек. Ағын бөлек, сарысын бөлек, екі ыдысқа ажыратып аламыз. Ағына ешқандай сарысын түсірмеуге тырысыңыздар. Менде мінекей кішкене түсіп кетті, бірақ алып тастадым. Ендігі кезекте ұнымызды илеуіштен өткізіп алып, үстіне қопсытқышты салып, араластырып, үстіне сары майымызды үккіштен өткізіп аламыз. Сары майымыз қатты болса, соғұрлым үккіштен тез өткізіледі. Мінекей, енді қолымызбен ұн мен сары майды барлығын араластырып, майдалап, крошка жасап алатын боламыз. Біздің крошкамыз дайын. Енді кезекте үстіне жұмыртқаның сарысын және қаймақты қосып, алдымен қасықтың көмегімен, содан соң қолдың көмегімен араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Біздің қамырымыз жұп-жұмсақ біркелкі әдемі болып шығады. Ұнды описанияда жазылғандай қосыңыздар, одан артық қоспауға тырысыңыздар. Мінекей, енді жұп-жұмсақ қамырымызды маечкаға салып, холодильникке жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Ендігі кезекте жұмыртқаның ағына шым-шым тұзымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Шетінен қантымызды қоса отырып, әппақ масса болып, пенка болғанша жақсылап миксерлейміз. Қантты асықпай ара-арасында қосып отырыңыздар. Барлығын бірден қоса салмаймыз. Мінекей достар, біздің массамыз 2 есе болып ұлғаюда. Міне осындай болғанда ғана тоқтатамыз. Енді үстіне греческий орехты осылай майдалап аламыз. Блендермен болмаса оқтаумен езіп аламыз. Қалауларыңыз бойынша мейіз қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен кішкене қостым. Енді барлығын араластырып алатын боламыз. Мінекей, біздің начинкамыз дайын болды. Енді холодильниктен қамырымызды алып, 4 бөлікке бірдей қылып бөліп аламыз. Кішкене зуала қылып, осылай қалдырамыз. Бір бөлігін алып, жаятын боламыз. Кішкене ғана ұнымызды сеуіп, қолымызбен, содан соң оқтаудың көмегімен жұқалап жайып аламыз. Біздің қамырымыз жұп-жұмсақ болғандықтан тез жайылады. Енді формамызға пергаментный бумаганы төсеп, осылай жайғастырып шығатын боламыз. Арасына начинкамызды саламыз. Бізде 4 қамыр болғандықтан 3 начинка қылып бөліп аламыз. Мінекей, осылай жағып шығатын боламыз, шет-шетін қалдырып. Ендігі кезекте барлығын осылай видеодағыдай екінші, үшінші бөліктегі қамырларды барлығын бөліп, осылай видеодағыдай арасына начинканы сала отырып, жағып, тегістеп, қамырларымызды бір-бірінің үстіне орналастырып шығатын боламыз. Мінекей достар, барлығын тегістеп жаямыз. Ең соңынан бетіне қамырымызды төсеп аламыз. Шет-шетін мықтап жабыстырамыз. Себебі начинкамыз шығып кетуі мүмкін, сондықтан жақсылап жабыстырып, осылай видеодағыдай өріп шығатын боламыз. Мықтылап өріп шығамыз, себебі біздің начинкамыз шығып кетуі мүмкін. Енді қалауларыңыз бойынша бетін осылай сызып шығатын боламыз. Мен осылай үлкендеу қылып сызып шықтым. Пышақтың көмегімен осылай тегістеп, төртбұрыштап сызып аламыз. Арасынан меренгелер шығуы мүмкін, бірақ ол ештеңе етпейтін болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын ғана жағамыз. Барлық жерге толықтай жағып шығатын боламыз.
Енді бүтіндей дәнектерді бетіне сәндік үшін қойып шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. 180 градуста 25-30 минутта, яғни қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Достар, мінекей біздің пахлавамыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, керемет болып шығады. Кез келген қонақтарыңызды ұялмай қарсы алатын боласыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видеом ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар.